Армысыздар, ардақты отандастар. Бүгін мен сіздерге қазақтың әйгілі кескіндемешісі, қазақ графика суретшісі, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі Әбілхан Қастеевтің шығармашылығы мен соңғы өзінің 15 жыл ғұмырын өткізген музейімен таныстырмақпын. Әбілхан Қастеев қазақтың тұңғыш кәсіпкер суретшісі. Суретшінің мол мұрасы мыңдаған туындыларына қарап отырып, қазақ халқының тарихына куә боларымыз анық. Әбілхан Қастеевтің Алматы қаласында өнер музейі және мектептері, сонымен қатар ауылдар да кездесіп отырады. Қазақстанның халық суретшісі, Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Суретші Әбілхан Қастеев 1904 жылы қаңтар айында Жаркент уезінде Шежін болысында Шежін ауылында дүниеге келеді. Қазіргі Талдықорған облысы, Панфилов ауданы. Суретшінің арғы-аталары Жоңғар тауының күнгейін мекендеген Суан деген ел, Қырыққасқа, Таймас деген атаның ішінде Елшібек деген атадан тарайды. Әбілхан Қастеевтің аталары байдың малын бағып, қоңсы қонып күн көріп жүрген жуас адамдар еді. Қырыққасқа Тақыркедей ауылы, бірақ жігіттері жаудың бетін қайтара алатын ер жүрек жауынгер болған көрінеді. Сондықтан жуан аталар олардың ерліктеріне сүйсініп, кедейліктеріне күліп өңкей қасқалар деп атап кетіпті. Тегінде Қырыққасқа мазақ ретінде қойылған ат, бір атадан алада туады, бір атадан құлада туады демекші, пысықтары байып, әлсіздері кедейленіп өсіп-өніп келе, байлары кедейлеріне әлімжеттік жасап, өзінше малшы етіп алуы да мүмкін екен. Суретшінің атасы жаңбыршы өмірін байлардың есігінде, малын бағып, кедейшіліктің зардабын тартып, жалшылықта өткізген. Суретшінің әкесі Қастейде бұғанасы бекімей, әкесі ілген жалшылықтың қамытын сүйреп, кедейшіліктің тауқыметін тартып жүрген. 25 жасында қайтыс болады. Әбілхан 3 жаста әкеден айырылып жетім қалды. Шешесі Қалипан 3 сәбимен атасының қолына қарап қалды. Жаңбыршы балаларының бір жалшылықта жүрсе, бірі диқаншылықпен айналысты. Демек, Әбілхан Қастеевтің туыстары өз еңбегімен, маңдай терімен күн көрген момын шаруалар болды. Жетім қалған Әбілхан анасы мен атасына, кішкене бауырларына көмектесу үшін 8 жасынан бастап байдың қойын бақты. Өмірдің кермек дәмін ерте татып, тіршілік үшін ауқат іздеген кішкене балапандай тырбанып, күннің аптап ыстығында, қыстың қаһарлы аязында безілдеп қой соңында балалығын өткізді. Әбілхан Қастеев өмірдің де, шығармашылықтың да қиын жолдарынан өтті. 8 жасында байдың қойын бақса, онан кейін ауылдан кетіп Түркістан Сібір жолын салуға қатысады. Жасы 20-ға келгенде барып хат таниды. Қалт еткен қолы бос уақытында сурет салуға арналған табиғи таланты бар адамзат ретінде еліне таныла бастайды. Оның кәсіби суретші болып шығуына өнерге деген үлкен құштарлығы, табандылығы мен еңбекқорлығы қатты ықпал етті. Әбілхан Қастеев өзінің алғашқы суреттерін туысқандары мен жақындарына портреттерін салудан бастаған. Сол кездің өзінде әркімнің мінездік ерекшеліктерін айнытпай бере білді. Ағасының, қарындасының, Қисықбаевтың портреттерін қырынан біркелкі күңгірт фонда салып үлгерді. Ұлттық өресі биік Әбілхан Қастеев жасандылықты жаны сүймеген, көргенін сол қалпында бейнелеген табиғи суретші. Бейнелеу өнерінің бедерлеуге ұлттық үн қосқан талантты суретші халқының өмір тұрмысын, тыныс тіршілігін қаз қалпында бейнелейді. Оның шығармалары халықтық дәстүрге бай. Халық өміріндегі салт дәстүрлер, наным-сенімдер, түрлі ырымдар суретші өнерімен тығыз байланыста көрініс табады. Көрермен назарын өзіне сүйсіндірген көркемдік, толы туындылар әрбір адамға ұлттық сезім туғызады. Қазақстан кәсіби бейнелеу өнері 20 ғасырдың 20 жылдарында еуропалық көркемдік дәстүр, техника мен технология негізінде пайда болды. Бірақ басынан бастап онда ұлттық әлем тану, әлемді түсіну нақты көрініс тапты.
20 ғасырдың басына дейін сақталған қазақ мәдениетінің идеалдары мен басымдықтары Қазақстанның бейнелеу өнерінің ұлттық мектебінің көркемдік ерекшеліктерін қалыптастыру үшін рухани негіз болса, Қазақстан бейнелеу өнерінің қалыптасуы мен дамуы бәрінен бұрын бейнелеу өнерінің көшбасшысы Әбілхан Қастеевтің есімімен байланысты. Оның көркемдік талғамына бірден бойлап кету мүмкін емес еді. Өйткені ешкімге ұқсамайтын өзіндік қолтаңбасы бар ұлы суретшінің шынайы сезімін туындаған әркім шығармаларының құндылығы күннен күнге артып баға жетпес табиғи құбылысқа айналуға дайын тұрады. Қазіргі таңда Қазақстан бейнелеу өнерінің негізін салған осынау ұлы тұлғаны, оның қайталанбас қолтаңбасы қалған өміршең мұраларын ұлықтау маңызды демекпіз. Жер анадан жаралған үлкен суреткер, тылсым табиғаты бейнелеуде оған жан бітірді. Оның шығармасының талғамы терең, өрісі кең, ондағы тарихи тақырып шығармалары да өзгерістер дәуіріндегі тұрмысын бейнелейтін жанрлық картиналар да мол. Қастеев шығармаларында портреттер мен табиғат суреттерде үлкен орын алады. Туған жерінің қадір қасиеті мен елінің ерлігін дәріптеуге төл тарихын қылқаламмен арқылы сөйлеткен кемеңгер суретші, жерінің шалғайына қарамастан ел аралап жүріп, ердің ері аман келді, жігіттің төресі Біржан Салдың мүлде сақталмаған, қағаз бетіне түспеген бейнелерін дүниеге әкелген. Туған тарихын терең білгендіктен және қастерлейтіндіктен де жұрт атын ауызға алуға да бата алмайтын қазақтың соңғы ханы кемеңгер Кенесарының да портретін жазған. Әбілхан Қастеев этнограф әрі зерттеуші, зергер суретші. Өйткені оның ұлы тұлғаларды көркем шығармаларда кереметтей бейнелеп көрсетуі біздің бабаларымызбен тікелей жүздестіреді. Жер жанаты Жетісуда туып өскен өлкесі жазиралы Жаркент пен шежірелі Шежіннің күллі қазақ даласының тамылжыған табиғатын қылқаламмен сөйлеткен. Туған халқының өткен кеткен тарихының, жаңа дәуірдегі бай шежіресінің жарқын дауысты жыршысы әрі жаршысы. Озық талантымен дараланған бір туар суретші, ғылым, тәсіл дегенге бас қатырмай-ақ әр туындысынан өзінің өрнегін, қолтаңбасын дараланып тұратындығы көрінеді. Қазақтың тұрмысына жан-жақты көзқараспен қарай біледі. Қай суретінде болмасын, ол қазақты бір сарынды бейнелеуден аулақ болды. Бояу түстердің ырғағы бейнелердің оптимистік, оның шығармашылығындағы қазақ эпосының ең үздік туындылары мен тұрмыстық өнердің жартысы үндестігінен тауып халықпен бірге біте қайнасып отырды. Табиғат көріністері арқылы Қастеев үздіксіз жаңарып жатқан туған өлкенің перзенттік сүйіспеншілігімен, асқан шабытымен жырлайды. Акварельдік салған жұмыстары, қазақтың шексіз жомарт даласы, дихандардың еңбегі, ерлікке толы дархан өмірі, тамылжыған жайлау терең сыр шертерді. Әбілхан Қастеев еңбектері Қазақстанның жанды шежіресі іспетті. Оның қайталанбас қолтаңбасы қалған өміршең мұраларын ғылыми тұрғыдан зерделеп, жастарымызға үлкен кішіге түгел танытуымыз керек деп білеміз. Ғұмырының соңғы 15 жылын өткізген шаңырағында мол мұраға лайықты үлкен еңбектер жатыр. Қазақ бейнелеу өнерінің атасы халық суретшісі мемлекеттік сыйлықтың иегері Әбілхан Қастеевтің туғанына 110 жыл толуына орай 2014 жылы 17 қаңтарда жеке үйін музей ретінде есігін көпшілік қауымға ашып, мәдени өміріміздегі елеулі жаңалық болып аталып өтілді. Суретшінің өмір тұрмысы, бейнелеу өнеріндегі тар жол тайғақ кешулері, жарты ғасырдан астам уақыт бойы аңыз әңгімелері мен деректі зерттеулер өнер танушылар мен зиялы қауымның назарында үнемі толығып отырды. Алматы қаласындағы Бекқожин көшесіндегі нөмірі 6 үйде 1958-73 жылдары Қазақстанның бейнелеу өнеріне өзінің үлкен үлесін қосқан Әбілхан Қастеев тұрған. Соңына мол мұра қалдыра білген қылқалам иегері 5 бөлмелі тұрғын үйде қазіргі таңда өзінің музей үйі болып саналады. Мұндағы қойылған жәдігерлер суретшінің өзі қолданған бұйымдары мен құжаттары және суреттері көпшілігі отбасылық мұрағатта 40 жылға жуық сақталған. Суретшінің бояулары мен басқа да құралдары қалған жұмыс бөлмесі де дәл сол қалпында сақталып тұр. Музейдің негізгі мақсаты Әбілхан Қастеевтің рухани мұрасын зерттеп, көпшілікке таныстыру және келер ұрпаққа насихаттау болып келеді.
Дегенмен бұл үйдің салыну тарихында көпшілікке беймәлім қиындықтары болғанын да айта кеткеніміз жөн. 1942 жылы республиканың еңбек сіңірген өнер қайраткері атағын алған кезде суретшінің тұрмысына қамқорлық жасау керектігі жөнінде шығармашылықпен алаңсыз айналысу үшін баспана мәселесін шешіп беру Алматы басшылығының нұсқауы берілген үкімет қаулысында қаралды. Бірақ Алматыда баспана тауқыметін тартқан қандастары секілді Қастеев отбасы да пәтер тапшылығын бастарынан өткізді. 1936 жылы алғашқы үй жайына 1 сом төлеп тұрған төбесі сабанмен жабылған қарапайым жер үй болса, кейіннен суретшілер одағының төрағасы Мұхамеджан Жанкин Медеу шатқалындағы 2 бөлмелі үйін береді. Суретші Медеу шатқалындағы 2 бөлмелі үй қыста тұруға мүмкін болмағандықтан қаладағы 2 бөлмелі үйінің 1 бөлмесіне көшіріп үлкен қамқорлығын жасайды. 1946 жылдың басынан сол кездегі Өзбек көшесі 134 үйдің 6 пәтеріндегі қазіргі Сейфуллин даңғылы бойындағы Мұхтар Әуезовтен босаған пәтерде 5 баласымен жеке үйге көшкенше тұрады. Пәтер тарлығын шығармашылықпен айналысып, республика халық суретшісі бола тұра шеберханасының жоқтығын айтып, республика орталық партия комитетінің бірінші хатшысы Шаяхметовке 1947 жылы жазған хатында баяндайды. Үй салу мәселесі тек 1956 жылы ғана қолға алынады. Оның өзінде сол кездегі министрлер кеңесінің төрағасы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың Әбілхан ағаны құрметтеп арнайы көңіл бөліп нұсқау беруінің арқасында 1958 жылы жүзеге асады. Музей үйі 1958 жылы Қазақ КСР-сының үкіметінің 1942 жылы қаулысының негізінде тұрғызылған үй. 1966 жылы жаңартылып, 1968 жылы қосымша шеберханасы салынып беріледі. 1966 жылы қала архитекторы Нұрғазы Оразымбетовтің басшылығымен үй орнынан күреліп, осы қазіргі үй, бұл да қамыс қосылған саздан бой көтерген еді. 1968 жылы қосымша шеберханасымен салынып, жылу мәселесі сол күйінде шешім таппай, 1973 жылы ғана 15 қазанда қаланың орталық жүйесіне қосылады. Ал бірақ 1,5 айдан соң 2 қарашада ұлы суретші өз ауласында отырып жүрек талмасынан қайтыс болды. Музей үйі келген көрушісіне сонау бір уақыт ширегіндегі шебер суретшінің тынысымен қарсы алады. Үйдегі әрбір бөлме тарих ойнауымен астасып, үлкен терезелерден түскен жарық сәулелер жылы сезімге бой алдырады. Музей үйі 4 залдан тұрады. Көрмеленген бірінші залда суретшінің көзі тірі кезінде тұтынған заттары, 2 домбыра, үлкен әбдіре сандық, текемет, кілемдер, туған ауылының сыйға жіберілген экспонаттары, қазан, келі, келсап және тағы басқа бұйымдар. Фотосуреттер мен шығармашылығының басталған кезеңіндегі туындыларын, соңғы үлгідегі технологиямен жасалған көшірмелері, мұрағатты құжаттар мен үкіметтік және құттықтау жеделхаттары, тағы басқа. Мұндағы әрбір зат Әбілхан Қастеевтің жеке өмірімен тығыз байланысты. Төргі бұрышта орналасқан 2 домбыраның бірін композиторлар одағы суретшінің мерейтойына арнап сыйға тартқан болатын. Ал деректерге қарайтын болсақ, Әбілхан Қастеевтің өзі домбыра шерте білмеген. Дегенмен суретшінің өзі жасаған көптеген кейіпкерлерінде осы домбыралар пайдаланылған. Жастай өмірден озған суретшінің ұлы Нұртай сүйемілдей білген екен. Ал келесі көрмеленген залда тұрмыста тұтынған үй бұйымдары, 50 жылдарға сәнге айналған патефон, радиола, телевизор, жол сапарда алып жүретін шағын электр үтігі, кішкене этюдник, сондай-ақ өзі киген шапаны, тақиясы және бөрік музейде үйінің құнды экспонаттары болып саналады. Мүсінші Еңсеп Молданиязовтың Әбілхан Қастеевке жасаған портреттік мүсіні өнер туындысы ретінде айрықша көзге түседі. Алдымыздағы сөрелердегі марапат қағаздары мен мадақтау және суретшінің фотоаппараттары қойылған. Көзі көрген көрушілердің айтуынша, Әбілхан Қастеев жүрген жерінде үнемі осы фотоаппаратты алып жүрген көрінеді. Ебін тауып жақсы жерлерді камераға түсіріп, уақыт өте осы шығармалар кадрларға айналып үлкен туындылармен айналған екен.
Осы көркем залдың әйнек қоршаудың ішіндегі ілініп тұрған шапанын Әбілхан Қастеевке халық суретші атағын алған кезде берген. Суретші өз халқының ыстық ықыласымен кигізген шапанды үнемі жұмыс жазу кезінде, алыс жақын іс сапарға шыққан кезінде тастамаған екен. Бұл арқылы суретші атамыздың ұлттық дәстүрді дәріптеп, ұлықтап сүйе білгенін аңғарамыз. Ал үшінші залда кезінде қонақ күткен орталық бөлмеде өздері және талай әйгілі замандастары дәм татқан ас үстелі орналасқан. Суретшінің жұбайы Сақыпжамал апа пайдаланған 19 ғасырдың туындысы мыс самаурын мен шоқ үтік суретші өміріне куә үлкен жәдігерлер болып саналады. Ұлы суретшінің талас өңірі, туған өлкені бейнелеген тау көрінісі шығармалары, сондай-ақ Қазақстанның халық суретшісі Нағымбек Нұрмағамбетовтың қолынан шыққан Әбілхан Қастеевтің портреттік көшірмелері экспозициямызды толықтырып тұр. Бұл көркем залда да арнайы витриналарда акварельдік жұмыстары мен мұрағаттық құжаттар, қағаздар сақталған. Отбасы пайдаланған үлкен айна, халық суретшісі Гүлфайруз Исмаилованың сыйлаған шағын қабырға айнасы. Гоголь атындағы Алматы көркемсурет училищесінің 50 жасқа толған кезінде мерейтойына сыйлаған қабырға сағат, өткен күндердің бүгінге жеткен дүниелері. Сонымен бірге суретші туындылары, әр жылдары басылып шыққан әдебиеттер, альбомдар, каталогтар және газет-журналдар, кітап шкафы сөрелерінде орналасқан. Төртінші зал кезінде суретшінің шеберханасы болған бөлме. Шеберханада тұрған мольберт, палитра, қылқаламдар, өз қолымен жасалған үлкенділі кішілі этюдниктер, табиғат аясында сурет салғанда ұстаған үлкен қолшатыр, ұлы суретшінің қолының табы қалған баға жетпес бұйымдар болып саналады. Суретшінің іс сапарға шыққанда алып жүрген шабаданы, қол радио қабылдағышы, өздері тұрған кезде пайдаланылған сервант, оның ішіндегі ыдыс аяқтары, кітаптары көзге ыстық көрінері сөзсіз. Қабырғадағы ілініп тұрған медеу шат, мольберттегі түркісіп картиналары суретшінің жылдан жылға өскен шеберлігінің көрінісіндей, көрген көрушісін алыстан өзіне тартады. Қарындашпен салынған, тушпен салынған шығармалар, графикалық туындылар, тарихи фотосуреттер музейге бас сұққан келушілерді бей-жай қалдырмасы анық. Суретші Әбілхан Қастеев тек қана дара қолтаңбасымен ғана ерекшеленіп қоймайды. Сонымен бірге ол туған жері мен өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған бір туар суреткер деп білеміз. Суретші шығармалары бізге өз еліңді, өз жеріңді сүйе, жан тәніңмен сүюді үйретеді. Ол дархандылықты даладан, кеңдікті кеңістіктен, тектілікті таудан, адалдықты ата-анадан үйретеді. Қастеев үшін бұдан асқан қасиетті кітап, өмір оқулығы жоқ еді. Сондықтан да болар, оның әрбір салған өнер туындылары данадай тебірентіп ой толғайды. Халқымыздың өнерін шырқау биікке көтерген тума талант иесі Әбілхан Қастеевтің шығармалары қазақ деген халық барда ұлт мүддесі үшін қызмет ете бермек. Бұдан шығатын қорытынды суретші шығармашылығына деген көзқарастың да уақыт ауысуына байланысты өзгеріске түсіп отыратындығы, ерекше дарын иесінің жүрегінен шыққан дүниелерді өзгелердің де жүрегінен орын алуы әрқашан табылады. Қорыта келгенде қазақ халқының өнері біздің ұлттық мәдениетіміздің құрамды бөлігі. Оны дамыта отырып таныстыру, халық тума талант иесі Әбілхан Қастеев сынды шеберлердің өнегелі өнерін насихаттау керек. Оның мұрасы өз жан дүниесінің жетегінде жүріп жетілуі белгісі, туған жердің сұлулығын көрсетуге деген ынтасы, оның бедері мен сансыз бояуы. Ең басты әсемдік табиғат пен оның заңдылықтары берген махаббатқа толы көркем бейнесі. Өнер мәдениет айнасы, олай болса мәдениетіміздің әлемдік деңгейге көтеру үшін көркем өнерді ұлттық бейнемізді анықтап, жалпы адамзаттық игіліктерді игеру қажет. Сонда ғана ұлттық мәдениеттің гүлденуі ұрпақтан ұрпаққа жалғасады деп білеміз. Бұл дәрісті ден қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.